Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пеште піскен өте дәмді котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасалу жолы өте ерекше, еті де көкөнісі де мол котлет болып шығады, соның себебінен өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көкөністерімізді жуып тазалап, пиязымызды осылай өте ұсақ етіп турап аламыз. Табамызға кішкене сары май салып, үстіне ұсақтап туралған пиязымызды салып қуырамыз. Орташа отта қуыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл процесс бізге пияздың қышқылдығын кетіру үшін қажет, яғни осылай ақырын баяу отта қуырып алатын боламыз. Оған дейін басқа ингредиенттерді біріктіретін боламыз. Майлы фаршымыздың үстіне осылай сәбізімізді теркадан өткізетін боламыз. Теркадан өткізіп қосамыз, және де картошкамызды да осындай терканың дәл сол көзінен өткізіп қосатын боламыз. Болгар бұрышының тек қана жарты бөлігін қолданамыз, барлығын қолданбаймыз, және өте ұсақ етіп турайтын боламыз. Екі тісше сарымсағымызды да ұсақтап турап қосамыз. Үстіне дайын болған қуырылған пиязымызды саламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып, татымына қарай тұз, қара бұрыш, кориандр және де кептірілген кинза дәмдеу үшін қосатын боламыз. Кинзаның кептірілген түрін емес, немесе кәдімгі балғын түрінде қолдансаңыз болады. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Енді осы фаршымызды дәл видеодағыдай етіп бөліп аламыз.
Бөліп алған фаршымызды шетінен осылай алып, котлеттің формасына келтіреміз. Пергамент төселген формамызға бірден саламыз. Барлық котлеттерімізді дәл осылай жасайтын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 40 минут пісіреміз. Котлетпен бірге ұсыну үшін маринадталған пияз дайындауға кірісеміз. Пиязымызды маринадтаймыз. Бір пиязымызды осылай жарты шеңбер түрінде турап аламыз. Үстіне кинзаны да ұсақтап қосамыз. Үстіне жарты шай қасық қант және де 1 шай қасық 9% сірке суы, сұйық май және татымына қарай тұз сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің маринадталған пиязымыз дайын болады. Міне біздің котлеттеріміз толықтай пісіп шықты. Енді осы котлеттерді осындай лавашпен ұсынуға кеңес беремін. Өте дәмді болады. Осы лаваштың үстіне барлық котлеттерімізді салып шығамыз. Үстіне маринадталған пиязымызды саламыз. Қасына өзіңіздің қалауыңызша қияр, қызанақпен әлсемдеп ұсынсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әр түрлі көкөністермен ұсынуыңызға болады. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қош сау болыңыздар.